Сәлем достар, бүгін біз осындай нежный сметанник жасап үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен үй температурасында тұрған маргарин майы керек. Қанша грамм екені төменде жазылып тұр достар. Маргаринді салып аламыз. Үстінен сахарный пудра немесе қант саласыздар. Осыны жақсылап араластырып аламыз, барлығы біріккенше дейін. Жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте үстінен жұмыртқа саламыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз маймен араласты. Енді үстінен разрыхлитель саламыз. Осының үстіне ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Басында барлығын венчикпен араластырып, содан соң барлығын венчиктен жақсылап тазалап, ары қартай қолмен араластырамыз. Нанымыз жұмсақ болып, қолға жабыспайтындай болғанша дейін илейміз. Содан соң достар, осылай дөңгелетіп формасын келтіреміз нанның жұмсақ қып. Содан кейін барып салафанға салып 20 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ қажет, 20% болу керек, 400 грамм. Осыны ыдысымызға салып аламыз. Енді қаймақтың үстіне қантымызды қосамыз. Осының үстінен жұмыртқамызды саламыз. Содан кейін осындай ванильный сахар саламыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Бір реттік масса болғанша дейін достар. Мінекей салмамыз дайын, әзірге қоя тұрамыз достар. Ендігі кезекте тоңазытқыштан нанымызды алып, осыны ұнның үстіне қойып, бір рет есіп аламыз. Есіп алғаннан кейін барып қана оны жаямыз достар. 3-4 мм болғанша дейін жақсылап дөңгелетіп жаясыздар. Нанымызды жіңішке етіп жайып алғаннан кейін осылайынан оқтауға түйеміз. Содан соң формамызды аламыз. Формамыз түбі алмалы-салмалы болғаны жақсырақ достар. Осының үстіне нанымызды жайып, шеттерін барлығын ішіне қартай кіргізіп түзейміз. Яғни қабырғаларын шығарамыз достар.
Ал достар, міне шетін барлығын жақсылап көтердік. Ендігі кезекте шетіндегі артық нандарын кесіп алып тастаймыз. Бұл артық наннан балаларыңызға печенье пісіріп берсеңіздер, өте дәмді шығады достар. Ендігі кезекте достар, дайын тұрған салмамызды бір рет араластырып алып, үстіне құямыз. Массамызды құйып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз достар. Ал мінекей достар, сметанник пісті. Бірден турамаңыздар, әзірге суытып алыңыздар. Суытып алғаннан кейін ғана достар жақсылап турап дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер де ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісе жүріңіздер. Сіздермен бірге болған тәтті әлем. Келесі сабақта кездескенше достар, астарыңыз дәмді болсын.